Баршаңызға сәлем, сіздермен бірге Жансая. Бүгін біз осындай француз тосттары деп аталатын таңғы ас жасайтын боламыз. Дәмі өте керемет болып шығады. Таңғы асқа жесеңіздер болады. Ең алдымен дайындау үшін бізге нан керек. Нанымыз міндетті түрде тост тостовой дейді. Сондай яғни тостқа арналған нан болу керек. Оның шеттерін алып тастаймыз. Осылай кесіп. Кейін нанымызды оқтаумен осылай басып шығамыз. Және де оған творожный сыр, не болмаса творожный масса болады. Сондай творожный массаны жағып шығасыздар да кез келген жеміс жидекті салып орап, рулет сияқты орап аласыз. Менде алма болды. Сіздер кез келген банан немесе жидек, малина сияқты жидектерді салсаңыздар болады. Тосттарымыз дайын болғаннан кейін біз кляр дайындаймыз. Оған жұмыртқа, сүт және де ұнымызды салып, жақсылап тұрып араластырып аламыз. Кейін араластырып алғаннан кейін барлығын әр нанымызды осыған батырып аунатып аласыздар да. Орташа отта, табада, қызып тұрған табада майға қызарғанша қуырып аласыздар. Міне осындай француз тосттары дайын болды. Міндетті түрде жасап көріңіздер, өте дәмді болып шығады. Ас болсын. Егер видео ұнаса, лайк басып тіркелуді ұмытып кетпеңіздер.